Бисмиллахиррахманиррахим. Алланың атымен бастаймын. Ақыр заманның кіші белгілері. Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам жер бетіне пайғамбар болып жіберілуінің өзі ақыр заманның алғашқы белгісі. Себебі пайғамбарымыз қияметпен бірге мен жіберілдім деп сұқ саусағы мен ортаншы саусағын көрсеткені жайында деректер бар. Қияметтің белгілерінің бірі дін ілімі азаяды, сауатсыздық көбейеді, зина жасау етек алады, әйелдер көбейіп, еркектер азаяды. Тіпті 50 әйелдің бір ғана қараушысы болады. Әйелдердің саны ер кісілердің санына қарағанда әлде қайда көп болады. Расулулла саллаллаху алейхи уассалам сахабаларымен бірге сөйлесіп жатқанда бір түздік араб келіп қияметтің қашан болатындығын сұрағанда оған: аманат аяқ асты етілген кезде қияметті күте бер дейді. Сонда түздік араб кісі мұны қалай түсінсек болады дегенде пайғамбарымыз: қызмет өз маманына берілмеген кезде қияметті күте бер деп жауап береді. Көп қабатты үйлердің салынуы, өз ісінің маманы емес кісілердің сөз сөйлеуі мен билік етуі, адам өлтіру оқиғасының көбеюі, жалаң аяқ, жалаңаш және кедей шопандардың да үй салуда бір-бірімен жарысқандарын көресіңдер. Мен Алланың елшісімін деп өзін пайғамбар жариялайтын 30-ға жуық жалғаншы дәжжалдар шығады. Екі үлкен ислам әскерлері бір-бірімен шайқаспайынша қиямет болмайды. Мал дүние судай болып ақпайынша, фитналар және жөнсіз жерде адам өлтіру көбеймейінше қиямет болмайды. Енді қиямет қайымның қашан орнайтындығын келер болсақ, бұл жайында ешбір пенденің, тіпті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар мен оған уахи әкелген Жәбірейілдің, сұрға үрлеуші Исрафил саллаллаху алейхи уассаламның мағлұматы жоқ. Қиямет қайымның қашан болатындығын жалғыз Алла ғана біледі. Бұл жайында Құранда былай дейді: әрине, қиямет мерзімінің мәліметі Алланың қасында. Қиямет мезгілінің мәліметін тек Алла біледі. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, олар сенен қияметтің қашан болатындығын сұрайды. Шынында оның мәліметі Раббымның қасында, оның уақытын өзі ғана білдіреді. Көктер мен жердегі ауыр жағдай сендерге кенеттен келеді де, сен оны зерттеп отырғандай-ақ сұрастырады. Шынында оның білімі Алланың қасында, бірақ адамдардың көбісі оны түсінбейді деп айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қиямет қайымның қашан болатындығын сұрағандарға ұдайы оның уақытын Алла ғана біледі деп жауап беретін. Десек те, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақыр заманның уақытын айтпағанымен оның белгілерін айтып кеткен хадистер өте көп.